Ассалаумағалейкум қазақ елі. Яқта бізде класстастар бас қосқанбыз, сонымен жаңа трассаға барып ек. Мынау тұрған бір қоянды машинамен ұрып алдық. Мына жақта міне бір қоян бұйыртқан шығар. Жамал ниет етіп ек, Алла тағала берді ғой. Мына қоянды сойып жатырық. Мына жақта картофеліміз уже дайын. Машина қызып жатыр. Қазір Құдай қаласа қуырдақ жасайтын боламыз. Мына жақта заттарымыздың бәрі дайын. Ары қарай қазір салатын боламыз. Мына жақта міне біздің қоянымызды уже шеліктеп 12 шілікке бөліп дайындап қойдық. Қазір енді қазанға саламыз. Бұл енді таза құрдастарский, әйелдерсіз тамақ болады, таза еркектердікі бұйыртса. Бұл далада істелу керек еді, енді күн салқын қазір. Қазір енді қуырамыз. Ал міне қуырдағымыз басталды. Кетті, қуырылып жатыр, қоянның еті кетті. Қазір енді картофелін саламыз, ары қарай рәшкейін саламыз. Сонымен Құдай қаласа мощный ойнап тұрған. Міне қоянның еті әдемі шыжылып қуырылып жатыр. Тамат бар ма? Міне қоспасын саламыз қазір. Сіңпеп барып қуырады ғой неғылады. Сөйте ма? Қазір міне қоспасына томат саламыз қазір. Көп солма, мынандай переправа ма? Болды. Міне кетті. Етті жұмсап бардым ғой. Иә. Қазір шамалдан кейін картофелін саламыз. Міне картофелін салдық. Енді бәрі дәмдеуіштерін салып қойдық. Бұйыртса қазір бір жарты сағат уақыт берсек, салқан болып, мощный қуырдақ бойынып тұр ғой. Мына мына баппен пісіп жатыр қуырдағымыз. 5 минут дегенде уже аламыз. Дайын болып қалды. Міне біздің қуырдағымыз бітті. Міне күшті болды ғой енді. Бұл таза енді әйелдерде қолы тиген жоқ. Қолы тиген жоқ. Таза құрдастарский қуырдақ болып тұр. Мына жақта сорпасын ішемін десеңіздер, өзбекский сорпа істеп қойдық дайындап. Май батырып, нан батырып жей береміз. Ал кездескенше тіркеліңіздер, сау болыңыздар.